Мейірімді қала акциясы аясында 126-шы мамандандырылған лицейдің 8-ші Б сыныбының оқушылары елдегі тазалықты сақтау және мейірімділік таныту арқылы жарқын болашаққа жол ашамыз деген сеніммен өзгелерге үлгі көрсетуді жөн көрді. Оқушылар әртүрлі жерде болса да тазалық сақтау мүмкіндігінше атсалысуда, және де бұл бәріміздің қолымыздан келеді. Біз мысалдар келтіре кетейік. Мысалы, қазіргі уақытта көшелерде әртүрлі жағдай жоқ адамдар бар. Олар көмекке зәру. Біз кейде өзімізде бар ақшаны сол кісілерге беріп кетеміз. Себебі сол арқылы біз ол кісілерге қол ұшын тигізе аламыз. Сонымен қатар, өкінішке орай, далаларымызда қоқыстар өте көп. Олардың бәрі біздің табиғатымызға зиян келтіруде. Табиғат қана емес, адамның өміріне де қаупі бар. Сол үшін біз көрінген қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймыз, немесе қоқыс тастамауға тырысамыз. Тағы да бір жағымсыз жағдайлардың бірі көмекті қажет ететін балалар. Интернетте, көшелерде көптеген хабарландырулар бар. Кейбір ата-аналардың қалталары балалардың еміне жетпейді. Сондықтан олар халықтан көмек сұрайды. Сол балаларға ақша беріліп емделіп кетсе деген арманымыз да бар. Біз жастармыз, еліміздің болашағымыз. Болашақта қаламызды, отанымызды мейірімді қыламыз. Себебі бізге үлкендер көп деген үміт артуда.